Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Толпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 11 сынып химия, жаратылыстану математикалық бағыт бойынша 3-тоқсан 3 БЖБ қышқыл және негіз ерітінділер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Орындау уақыты 25 минут, 13 балдық. Бірінші тапсырма. Сутек плюс иондарының концентрациясы 2 көбейтілген 10-7, 8 көбейтілген 10-3 дәрежесіне тең болатын ерітінділердің pH мәнін есептеңіз. Яғни pH минус логарифм H плюс pH тең минус логарифм және 2 көбейтілген 10-7 дәрежесі яғни -7 мен бұл жерде минус екеуі минус пен минус плюс болып кетеді. pH логарифм жеті минус логарифм 2 pH тең 6,7. pH тең минус логарифм сутек плюс pH тең минус логарифм 8 көбейтілген 10-3 дәрежесі. Минус 3 пен минус плюс болып кетеді. Яғни pH тең 3 минус логарифм 8. pH'ымыз 2-ге тең. pH 7-ден кіші болатын болса, онда қышқылдық орта. pH 7-ден жаңағы үлкен болатын болса, онда қышқылдық орта. Екінші тапсырма. Күшті қышқыл мен күшті негіздердің pH-на байланысты есептеу жүргізіңіз. 0,001 молярлы күкірт қышқылы толық диссоциацияланады деп есептеп, оның pH мәнін есептеңіз. Енді бізде күкірт қышқылы дегендіктен күкірт қышқылының формуласын жазамыз. H2S4 және иондарға ажыратамыз. H плюс S4 минус 2. Жоғарғы бөлігіне берілген жазаламыз. 0,001 молярлы, яғни 1 моль болады. Сутекте 2 моль дейміз. Табатын затымыз X деп белгілеп алып, пропорция құрамыз. Енді 2 моль мен 0,001 молярын көбейтіп, 1 мольге бөлеміз. Нөл бүтін 0,002 моль шығады. Бұл тапсырмасы 0,03 молярлы натрий гидроксидінің pH мәнін есептеңіз.
0,02 жаңағы есептің жауабын жазатын болсақ, 0-ін дәреже түрінде жазып аламыз, яғни 2 көбейтілген 10-3 дәрежесіндегі моль бөлінген литр, яғни pH минус логарифм H плюс болады. pH тең минус логарифм 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі pH тең 3 азайтылған логарифм 2. Демек pH-ымыз pH-ымыз 2-де 7-ге тең болып тұр. Келесі тапсырмада бізде натрий гидроксиді берілген, натрий OH. Натрийді ионға ыдыратып аламыз. Натрий плюс OH минус. Яғни берілген төбесіне жазып аламыз. 0,03 молярлы натрий OH-тың жоғарғы бөлігіне жазамыз. Өзіміз табатын санда астыңғы бөлігіне жазып аламыз. Яғни 1 моль болады натрий OH-ға, натрийға 1 моль. Пропорция құрамыз. X-ті табу үшін 0,03-ті 1 мольге көбейтіп, 1 моль натрий OH-тың 1 мольіне бөлеміз. 0,03 шығады. Енді H плюс 0,03, яғни 3 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. pH тең минус логарифм сутек плюс және pH тең минус логарифм 3 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. pH тең 2 минус логарифм 3. Яғни pH-ымыз pH тең 1,52 pH-ымыз. Келесі буферлі ерітінділерді дистилденген сумен сұйытылған кезде олардың pH-ы өзгере ме? Түсіндіріңіз. Буферлі ерітінділерді бейтарап ерітінділермен дистилденген сумен сұйылтқанда және оларға күшті қышқыл немесе күшті негіз ерітіндісіне белгілі бір мөлшерін қосқанда сутек плюс иондарының концентрациясы тұрақты болып қалады. Буферлі ерітінділер ортаның нақты pH мәндерін өзгеріссіз ұстап тұратын қоспалар болғандықтан pH мәндері өзгермейді. Буферлі ерітіндінің қышқыл және сілті ерітінділеріне қалай әсер ететінін сипаттаңыз. Қазір бірге сипаттайтын боламыз. Буферлі ерітінділер қышқылдық және негіздік болып жіктеледі. Әлсіз қышқыл мен оның сілтік тұзының тұратын буферлі ерітіндіге, мысалы, күшті қышқыл қосқанда оның буферлік әсерін былай түсіндіреді. Күшті қышқылдың H+ иондары тұздарының аниондармен байланысып, әлсіз қышқылдың диссоциацияланбайтын молекулаларын түзеді. Мысалы, бізге натрий ацетаты және тұз қышқылымен әрекеттескен. Реакция теңдеу берілген. Ал енді осыған күшті негіз қосқанда,
OH иондары H+ қосылып H2O молекулаларын түзеді. Енді H-қыларға мән береміз. Реакция нәтижесінде бізде SOOH болады, яғни натрий мен сутектің орны ауысады. Нәтижесінде натрий хлор ас тұзы бөлінеді. Келесі реакцияда OH пен OH-тан бізде су пайда болады. Натрий ацетаты және су бөлінеді. Әлсіз негізбен оның тұзынан тұратын ерітіндінің, яғни әлсіз негіз деп атқаным бізде аммоний гидроксиді. Буферлік жүйедегі протонның аксепторымен әрекеттеседі. Күшті негіз қосқанда аммоний хлориді қосылған натрий гидроксиді. Нәтижесінде аммоний гидроксиді плюс натрий хлориді. Буферлік жүйедегі протонның донорымен әрекеттеседі. Буферлі ерітінділердің белгілі шамада pH-ты ұстау қасиеті де міне осында жатыр. Буферлік әсерді суындағы еріген қышқыл негіз тұз арасында теңдікті сақталуымен түсіндіреді. Ерітіндіге әлсіз қышқылдың тұзын қоссақ, ол қышқылдың диссоциациясын тежейді. Ал егер әлсіз қышқыл қоссақ, тұздың гидролизденуін тежейді. Бұл тапсырмаға 2 балл беріледі. Әлсіз қышқылдар мен негіздердің сулы ерітіндіде диссоциациялануын сипаттаңыз. Берілген тиісті сөздердің көмегімен сөйлемді толықтырыңыз деді. Тиісті сөздер толық, электролит, табиғатына, диссоциациялану константасының, әлсіз, температураға, жартылай, күшті. Яғни осы тиісті сөздерді өз орындарына қойып шығатын боламын. Ең алдымен күшті, әлсіз, күшті әлсіз болып 2 топқа бөлінеді. Күшті электролиттер суда ерігенде иондарға толық диссоциацияланады. Әлсіз электролиттер жартылай диссоциацияланады. Әлсіз қышқылдар мен әлсіз негіздердің күшті қышқылдар мен күшті негіздердің айырмашылығы сулы ерітіндіде толық диссоциацияланғандағы толық және бір сөз. Мұнда pH-ті диссоциациялану константасының деген сөзді ескере отырып есептеп шығарады. Одан кейін диссоциациялану константасының мәні электролит табиғатына. Одан кейін еріткішке әр түрлі диэлектрлік тұрақтылар және температураға тәуелді.
Әлсіз қышқылдар үшін дейді. Біреуі плюс катион, біреуі анион болу керек, иә? Яғни екіншісінде бізде күшті қышқылда сутек катиондары көп болу керек аниондардан, OH-тан. OH бізде анион менс болып тұр. Сутек көп болу керек, оның -7 дәрежесінен. Яғни бұл мол бөлінген литр болады. Әлсіз негіздер үшін дейді. Жаңа біз қышқылды таңдадық қой, енді біз жерде күшті негізді аламыз. Күшті негізде бізде OH иондары үлкен болу керек, яғни минус аниондар. Келесінде минус, оның -7 дәрежесі үлкен болады сутек ионның. Көлемі 20 литр азот қышқылы ерітіндісін фильтрлеу үшін 18,25 мл 0,1103 молярлы натрий гидроксиді ерітіндісі жұмсалады. Азот қышқылы ерітіндісінің молярлық концентрациясын есептеңіз. Бұл жерде берілген жазып аламыз ең алдымен. Пропорция құрып аламыз. Молярлыда 1000 мл деп алып аламыз. Және 18,25 мл жазамыз. Ал молярлыға X деп белгілеп аламыз. Сосын пропорция құрамыз. X-ті табу үшін молярлы жанағын 0,1103-ті 18,25-ке көбейтіп 1000-ға бөлеміз. Пропорцияның нәтижесінде 2,013, оның -3 дәрежесінде молярлы шығады. Енді біз бастапқыда 20 мл азот қышқылы берілген ғой, біз оны қолданған жоқпыз. Енді қолданатын боламыз, яғни 20 мл-де бізде 2,013 көбейтілген оның -3 дәрежесіндегі молярлы бар, яғни молярлы концентрация. 1000 мл-де X деп белгілеп аламыз. Енді X-ті табу үшін біз пропорция құрамыз. 1000 мл-де 2,013 оның -3 дәрежесіне көбейтіп 20 мл-ге бөлеміз. Бұл БЖБ тапсырмаларының жалпы балы 13 балдық. Менің каналыма подписация етіп, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сонымен қатар комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді пропорция нәтижесінде 0,1 мол шықты.